Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Асан Қайғы 14 ғасырдың соңы мен 15 ғасыр басында өмір сүрген. Сабақ жоспары: Асан Қайғы өмірі, Асан Қайғы шығармашылығы, Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңыз әңгімесі. Асан Қайғы Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келді. Асан Қайғы ақын, жырау, күйші, би, Керей мен Жәнібек хандардың ақылшысы. Халық қайғысын, зар мұңын ойлап өткендіктен, оның атына қайғы сөзін тіркестірген. Шығармаларының негізгі тақырыбы жақсылық пен жамандық, әділдік пен зұлымдық, үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу, бейбіт өмір, ізгі ниет. Толғаулары мен күйлері: ел айрылған, желмаяның жүрісі, зар, бұл заманда не ғаріп, таза мінсіз асыл тас, еділ болда жайық бол, әй хан, мен айтпасам білмейсің. Бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбы Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңыз әңгімесі. Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап өзінің бағасын берген болатын. Мысалы, Маңғыстау жеріне барған кезде түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстаудан артық жер болмас деп өзінің жоғары бағасын берген. Жетісу жеріне барғанда, мынау жетісудың ағашының әр бұтағы жеміс екен, шаруаға жақсы қоныс екен деп пікірін айтқан. Аспара жеріне барғанда, ей Аспара, көршіңмен тату бол, шөбіне суын жетер деп өзінің бағасын берген. Жезқазған аймағы Қарсақпай елді мекеніне барған кезде, айналаң жапан түз екен, тауының асты жүрез екен деп өзінің жоғары бағасын беріп кеткен екен. Баянауыл жеріне барған кезде, баянға жаймай қой семірмес деп өзінің пікірін айтқан. Және де Шыңғырлау жеріне барған кезде, жылқының өзі өскен жоқ, Шыңғырлау, сен құт болған екенсің, сен өсірген екенсің деп өзінің бағасын айтқан болатын. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен Асан Қайғының өмірі мен шығармашылығын, сонымен қатар Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңыз әңгімесін талдадық. Бекіту сұрақтары: Асан Қайғы кім? Асан Қайғы еліне қандай қоныс іздейді? Жырау Маңғыстауға қандай баға береді? Жетісуды көргенде не айтқан? Аспараға не деді? Қарсақбайды көргенде не айтады? Шыңғырлау өзенін көргенде не деген екен? Берілген сұрақтарға жауап бере отырып, шығарманың толық нұсқасымен үйден танысып шығыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.